Қазақтың 100 жігіті келіп қосылған соң жалпы саны 1000 жарымдай адамға жеткен Қарақалпақ қолы бұл жорыққа қолдаулы руының сөз ұстары соңғы жылдары бүкіл Қарақалпақтың атынан дау-шарға түсіп жүрген Айдос бидің бастауымен аттанды. Қарақұмның шет жағындағы уағдаласқан жерде жәуміттер де күтіп тұр екен. Екі қол бетпе-бет келген кезде күн ұясына батуға таяп қалған. Өзара жаушы шаптырып, шайқасты, ертең күн шығуға бастауға сөз байласты. Аттан түсіп, қол аяғын жазып, дәреттерін түзеген жорықшылар екінді мен ақшам намаздарын оқыды да, талай жортуылды бастан кешкен ысқаяқ қосағасылары көмекшілерімен бірге әп-сәтте дайын қылған жорық асын ішуге кірісті. Астан кейін қару-жарақ, ат әбзелдерін тағы бір тексеріп шығып, құптан намазын оқыған соң, қатардағы сарбаздар ер-тоқымдарын жастанып ұйқыға кетті. Қолбасы батырлар ертеңгі шайқастың жай жапсарын ақылдасуға жиналды. Қай кезде, қандай істе де кеңесіп пішкен тонның келте болмайтыны белгілі емес пе? Бір қызығы, жиын топта суырылып алға шыға бермейтін, өзі құралпы батырлардың біразынан жасы үлкен болса да, өзін төмен ұстап, елден бұрын сөйлемейтін, біраз жылдан бері қандай шайқаста да ту ұстаушы болып жүрген Нарынбай бұл жолы осынау аса жауапты да құрметті міндеттен өз еркімен бас тартты. Бұл Қарақалпақтың жорығы, деді ол өзіне тән мәнермен тілін бұрай сөйлеп. Сондықтан туларыңды өздерің ұстаңдар, ағайындар. Оның үстіне соңғы жылдары үнемі ту ұстаймын деп, найза сілтеп, қылыш сермеуді ұмытып бара жатқан секілдімін. Құдай қалап, әруақтар қолдаса, осы жолы бауырымды жазып, емін еркін қимылдайын, қарсы емессіңдер ме? Нарынбай сияқты әруақты батырға кім қарсы болсын? Бәрі ду етіп қолдай кетті. Туды Қарақалпақ батырларының бірі, әбден сыннан өткен, маңдайына мылтық кезесе де былқ етпей тұра беруге бар, Балтабек ұстайтын болды. Енді жекпе-жекке кім шығатыны жайында сөз қозғалды. Ақылдаса келіп, бас батыр ретінде ел арасында алакөз атанып кеткен Қарақалпақ Ерназар батырды шығаруға тоқталды. Қазақ батырларынан жекпе-жекке Төремұрат пен Бектемір шығатын болды. Мәслихаттың соңы әруақтарға дұға бағыштап, Алладан медет сұраумен аяқталды. Ертесіне майдан даласы ретінде таңдап алынған айналасы ат шаптырым, ай тақырда бетпе-бет келген екі қолдың қарасы бірдей екен. Дала халықтарының жазылмаған заңы бойынша алдын ала келісілген шайқаста қулық ойластырып, әскердің бір бөлігін жасырып қою, немесе орағытып келіп арттан соғу, тіптен қоршауға алып жойып жіберу тәрізді тәсілдер қолданылмайды. Екі жақ бетпе-бет келіп ашық соғысады. Әдетте ондай соғыс жекпе-жектен басталады. Көбінесе аға батырлардан бата алып, бұрын соғысқа қатысса да жекпе-жекке түспеген жастар бағын сынайды. Бұл жолы да солай болды. Соғысуға шақырған түрікпендер жекпе-жекке де бірінші болып солардың батыры шықты. Жасы 20-ға жетер-жетпес жап-жас жігіт екен. Әлде бір бай бағланның ерке өскен мырзасы болса керек. Өңшең, сексен бөрікті шеріктердің арасында ала төбен көзге түсетін дулығасы жарқырап, сауыты жылтырап ортаға шыға келді. Астындағы сүлік қара арғымағы қызды ауылдың сыртынан көлденеңдеген сал серінің сәнге мінетін атындай-ақ аяғын билей басады. Екі ара жарты шақырымдай болатын. Сол алаңқайдың қақ ортасына келгенде жарқ еткізіп, қылышын суырып алды да қаһарлана ақырып жіберді. Әй Қарақалпақ, қайдасың? Бар болсаң, шық бері. Мұндамын, деп саңқ етті Қарақалпақ жасағының орта тұсынан атын тебініп шыға келген жас сарбаз. Ажалыңа асығып тұрсың ба, батырым? Бұл кешегі кеңесте жекпе-жек шайқасқа түседі деп алдын ала іріктелген жастардың бірі болатын. Әуелі тәжірибесіз жастар шыға ма, әлде
талай шайқастан шыңдалып шыққан белгілі батырлар бастай ма? Бәлкім, бас батырлар бірінші болып сынға түсер. Оның бәрін соғысты бастаған тарап шешеді. Әдетте, жекпе-жекке шығар алдында үлкендердің батасын алушы еді. Жігітіміз қызбалыққа салынып, оны ұмытып кетіпті. Қыбыр еткенді қалт жібермей бағып тұратын өтен батыр осы әнтектіктің орнын толтырмақ болып, әр нәрсені бастар алдында жолың оңғарылсын дегенді білдіретін ақ тілекті ұран салғандай ақыра жеткізді. «Ақ жолтай балам», деді ол үзеңгіге шіреніп тұрған күйі алақанын жайып. «Жеңіспен орал». Майдан даласындағы алғашқы жекпе-жекте батыры жеңіске жеткен жақтың рухы көтеріліп, мерейі арта түседі. Келесі жекпе-жектерде, содан кейінгі жаппай шайқаста сарбаздардың жеңіске жетуге құлшынысы көбінесе алғашқы жекпе-жекте көңілді орнығуына байланысты. Өте жауапты сәт. Дегенмен, Ақжолтай тілек тек батырларға ғана арналмайды. Күнделікті өмірде де айтыла береді. Біреулердің жолы жеңіл, қандай қатерлі сапар, қауіпті жұмыс болса да бәрін оңынан келтіріп, сәтімен атқарып қайтады. Ондайлардың атына әлгі сөзді қосып, Ақжолтай бәленше деп атайды. Оларды үлкендер де, қатарлары да әлде бір жауапты шаруаға аттанарда қасына ертіп алады. Сонда жолымыз болады деп сенеді. Көбінесе бұл сенімдері ақталып та жатады. Өз батырына сондай сенім артқан Қарақалпақ жасағы дүр ете қалды. Бәрі бір ауыздан қазақ батырының тілегіне қабыл болсын айтқанда, аспан асты түгел жаңғырып кетті. «Әумин» деп тілек қосты 1000 жарым қол бір адамдай. Ортаға қарай желдірте жөнелген жігіт түрікпенге жақындай бере қылышын суырды. Ол да сауыт киген, бірақ түрікпен жігітінің сауытындай жалпақ темірден жасалмаған, шығыршықтан тоқылған торғай көз берен. Басында дулыға жоқ, күзен терісімен әдептелген бөркін шалқайта киіпті. Екеуі майдан даласында емес, жаттығу алаңында жүргендей-ақ бір орында шырық айналып, қылыштарын зуылдатып сермелей жөнелді. Біресе бұғып қалып, біресе ат сауырына шалқалай құлап, енді бірде қалқанмен қорғанып, шеберліктерін көрсетіп бағуда. Екі жақ тына қалған. Біртіндеп қос сарбаздың қаны қыза бастаған секілді, қимылдары үдей түсті. Астындағы аттары да иелерінің қимылына ілесе, бір орында шыр айналып, ала сұрып, ердің алдыңғы қасына іле салған тізгінді үзіп жіберердей жұлқынып, үстіндегі адамды лақтырып тастап, көкжиекті бетке алып шауып кетердей құтырына бастады. Қылыштардың ауаны тілгілеп ысылдаған, сауыттан тайғанап шыңылдаған, қалқанға тиіп сартылдаған дыбысы ғана естіліп тұр. Кенет түрікпеннің басындағы дулығасы анадай жерге ұшып түсті. Ақ киізбен көмкерілген астары жап жаңа екен. Соған қарағанда бұрын киілмеген. Жігіттің алғашқы шайқасы осы болар сірә. Дұшпанының дулығасын емес, басын қағып түсіргендей масайраған Қарақалпақ жігіт құшырлана айғай салды. Қалай екен?» деп сақ-сақ күлді. Өзінің ептілігіне риза болған ол. «Енді шақша басыңды қақайырамын, жәуміт». Атын тебініп төніп ақ қалған түрікпен жігіт астындағы атын аспанға қарғыта бере, қылыш ұстаған оң қолын төменнен жоғарға қарай жалт еткізіп сермеп қалды. Қарақалпақ үзеңгіге табанын тірей, көтерілген күйі шалқалап барып, ат сауырына құлады. Қылышы қолынан түсіп кетті. Дұшпаны өлді ме, жоқ па, әйтеуір қарсыласар дәрмені қалмағанын ұққан түрікпен тақырлап қырғызған басына орай тартқан орамалын сол қолымен жұлып алып, бір сілкіп жазып жіберді де, жалауша желбірете ұстаған күйі майдан даласын айнала шауып өтті. «Эхе-хе-хей» деп айғайлап қояды. Жеңіске жеткеніне мастанған ол. Майданды бір айналып шықты да, жеңілген жігіттің атын бірі жетектеп, екіншісі ат үстіндегі жаралыны сүйемелдеп келе жатқан екі Қарақалпақ жауынгерінің қасынан қылышын білеп, сақылдап күлген күйі ағызып өте шықты. Жігіт тірі екен.
алқымнан ұрған қылыш таяқ тиіп, жақ сүйегін қақ айырыпты. Сіңіріне ілініп тұр. Иегі кеудесіне түсіп кеткен. Түрікпеннен астындағы аты есектей болып көрінетін ұзынтұра біреу шықты. Қарақұмның күніне күйіп кеткен қайыс қара. Сексеуілдің жігеріндей сіліңгір. Сылып алар еті жоқ, қайың қаптал екен. Қолындағы найзасы да бойына сай 3-4 құлаш болып көрінеді. «Төремұрат!» деп айқай салды ол алаңның ортасына жақындай бере. «Қазақ батыры Төремұрат келеді деп еді. Барма мұнда? Мен бөрімін. Ер болсаң шық, жекпе-жек». Бірін-бірі сырттай естігенімен бет-бе-бет келудің сәті түспей жүреді. Төремұрат та найзасын білемдеп ыңғайлана бастады. «Жолың болсын, Төреш!» деп қолын жайды Нарынбай. «Бақай атамыздың әруағы қолдасын. Алла жар болсын!» деп үн қосты Өтен. «Әумин!» деп бетін сипады Төремұрат. «Әумин!» деп қостады көпшілік. Алғашқыдай емес, бұл жолы дауыстары бәсең. Жекпе-жекте батыры жеңілген жақтың сағы сына қоймаса да, аптығы басылып қалады. Екі батыр да жеңсіз берен кейіпті. Бастарында дулыға, Төремұраттың астында әйгілі Ақмоншақ ат. Бәйгеге салмады демесе, аузымен құс түстеген жүйріктің өзі. Осыдан 10 жыл бұрын Еділдің арғы бетіндегі қалмақтардың күші бойына сыймай, бергі бетке өтіп, қазақ ауылдарын шауып жүрген 100 қаралы аламанын 70 жігітпен алдарынан тосып алған. Арасында Айжарық пен Күнжарық және Бектемір бар. Сол жолы қалмақтардың бас батырын жекпе-жекте жеңіп, олжалаған аты. Мойнындағы ұсақ теңбілі моншақ тағып қойғандай көрінетін ақ бозды Ақмоншақ деп атады. Ақмоншақ нағыз тұлпар болып шықты. Аң болсын, жау болсын, қуғанына жетпеген күні жоқ. Қашса да құтылары сөзсіз. Бірақ осы жасқа дейін ешкімнен қашып көрмепті. Бөрінің батырлығынан бұрын тасырлығы дүңкілдеп естіліп жататын. Ана ауылды шауып алыпты, мына ауылды қырып кетіпті, керуенді тонапты, көшті талапты дегендей қарақшылық жорықтары әлсін-әлсін айтылып қалады. Ел тонаған қарақшы да өзін батырмын деп санайтын заманай. Қайтейін сені. Төремұрат аяң желіспен бөріге таяп барды да кілт бұрылып бір қырындай тартты. Бір ауыз тілдесеме деп күтіп тұрған ол мұны менсінбегені деп ойлап қорынып қалды. «Әй, Төремұрат!» деп ақырды ізінше. «Ажалыңа тура қарап, амандасуға дәтің бармады ма?» Төремұрат үн қатқан жоқ. Сол күйі бұрылмастан желдіртіп барады. Бөрі де кері бұрылып, алаңның қарсы бетіне қарай шоқыта жөнелді. Екі батыр межелі жерге жеттік-ау дегенде, аттарының басын кілт бұрып, найзаларын серт ұстап, тебініп қалды. Талай шайқасқа мініп әбден сыралғы болып алған аттары жолбарыстай бүгіліп атыла шапты. Бөрінің найзасы ұзын, жақындай бере, өндіршегің осау деп қапсыз-ақ сілтеген. Төремұрат не деген әбжіл, қимылына көз ілеспейді. Қалқанын тоса қалып, ат сауырына қалай шалқайғанын, іле-шала кілт серпіліп, бөріні кеудесінен қалай түйрегенін ешкім көріп үлгерген жоқ. Сауытқа соғылып сарт ете қалған найзаның дыбысы естілді де, бөрінің аты Төремұраттың оң жағынан ағындап өте шықты. Ал өзі еріде отырған жерінен артқа қарай секіріп кеткендей көрініп, анадай жерге барып былш ете түсті. Найзасы бір қапталға ұшып кетті. Атының екпінімен ағызып өткен Төремұрат тізгінін тартып кері бұрылды. Бұл жеткенше бөрінің тұлпары қайта оралыпты. Шалқасынан құлаған күйі екі аяғы екі жаққа кетіп сұлық жатқан иесін тұмсығымен түрткілеп, шұрқырай кісінеп тұр. Төремұрат атынан түспестен түрікпен батырын найзасының ұшымен табанынан нұқып қалды. «Тұр, батыр еке, амандық сұрамадың деп өкпелеп едің, тіл қатуға жарамай шалжиып жатқаныңа жол болсын». Екі жақ дүрілдеп қоя берді. Қарақалпақ қолы біздің батырымыз жеңді деп елере айғайласа, түрікпендер қайғыдан күңіреніп кетті.
Екі шерік өлген батырдың денесін алуға топтан бөлініп шыға беріп еді. Төремұрат оларды найзасымен жасқап тоқтатты. Тірі ол, батырларың ұйықтап кетіпті, қазір тұрады. Осы сөзді күтіп тұрғандай, ол да қозғалақтай бастады. Қатты құлағаннан есі танып қалса керек. Қолымен жер тіреп кеудесін көтерді. Алақтап, жан жағына қарады. Айдалада неғып жатқанын түсінбей сәл отырды да, аспанға қарап, төбесінен төніп тұрған Төремұратты көргенде ғана қайда жүргені санасына жетті. «Қапым бар!» деп бақырады ол, орнынан тұрып жатып. «Ер болсаң, қапымды бер, қайтадан сайысамыз». «Болсын», деді Төремұрат міз бақпай. Бөрінің жерде жатқан найзасын өз найзасымен іліп, көтеріп тастады. «Ал найзаңды». «Жоқ», деді атының жүгенін, ер-тұрманын тағы бір тексеріп шыққан бөрі. «Бұл жолы қылышпен шайқасамыз». Атына қарғып мініп, қылышын суырды. Төремұрат та найзасын анадай жерге лақтырып тастап, қылышына қол салды. Екеуі қайтадан сарт-сұрт шайқасып кетті. Бұл жолы бір орында шыр айналып, екілене қидаласып, өліспей беріспеске бекінген. Аттары да бір-бірін мойнынан тістеп, шайнасып, тебісіп, арқырасып жүр. Екі жақ қайтадан тына қалды. Қос батырда үн жоқ. Тістеніп алған қылыштары күн сәулесіне шағылсып, жалт-жұлт етеді. Қалқанға тиген, сауыттан қайтқан соққының сартылы мен екі қылыш шайнасып қалғандағы шыңылы ғана естіліп тұр. Екеуі ұзақ шайқасты. Алғашқы жекпе-жек басталған кезде көкжиектен қылтиып, құлағы ғана көрінген күннің көзі арқа бойы көтеріліп қалыпты. Шақырайып, көзді қари бастады. Құмды жердің табиғаты сондай, көкжиектен көтерілген күн жаз басталысымен қара күзге дейін осылай ілініп тұрып алады. Жылжуды білмейді. Түске дейін ғұмырыңның тең жартысы өтіп кеткендей сезінесің. Ыстық дегенің жан шыдатпайды. Алда-жалда әлде бір жұмысың болып, далада қалдың екен, ғазиз жаныңмен қоштаса бер. Ымырт үйіріліп, күндізгі апаттың беті қайтқанша, екі қолыңды төбеңе қойып, бұл дүниеден бас кешіп тентіреп кетердей боласың. Осындай ыстықта жан алып, жан беріскен сайыскерлердің күні нешік. Екеуі қылыштасуға кіріскелі сөт пісірім уақыт болды. Бұл тым ұзақ. Әдетте, батырлардың әр қимылы бір адамның өмірін қияды. Ұмсынғанын түйрейді, шапқанын айырады, ұрғанын жығады, атқанын құлатады. Екі батыр бір-біріне сай екен. Күші де, шеберлігі де шамалас. Сондықтан бірін-бірі ала алмай жүр. Дегенмен, мұқият бақылаған адам бөрінің қимылы бірден бірге сылбыр тартып, Төремұраттың әлі де ширақ қозғалып жүргенін аңғарар еді. Бір мезет Төремұрат түрікпен батырының қылышын қағып жіберіп, қарынан түртіп қалғандай көрінді. Бөрінің қаруы түсіп кетті. Қолы салбырап қалды. Жалма-жан екінші қолындағы қалқанын лақтырып тастап, ақ моншақтың тізгінінен ала түсті. «Өлтір, Төремұрат!» деп қыр-қыр етті бөрі. Түсі бұзылып, көзі ақиып, аузы қисайып кеткен. «Өлтіріп кет, нәмәрт екенсің, қылыш ұстай алмасын деп қолымның сіңірін қидың». «Өлтірмеймін», деді Төремұрат, қылышын қынабына салып жатып. «Пенде боласың маған. Ауылымызда түйеші жоқ еді, түйемді бағасың. Жоқ, өйтіп қорлама мені. Өлтір. Өлуге үлгерерсің әлі. Әзірше жүре тұр, жараңды емдетеміз. Мүмкін төс қағысып, дос болып кетерміз. Ал, түс алды ма?» Төремұраттың соңғы сөзі көкейіне қонды ма, бөрі тіл қатпастан алдына түсіп, қарақалпақ жасағына қарай желе жөнелді. Ол жақтан бір жігіт шауып келіп, жерде жатқан найзалар мен бөрінің қылышын алып, қайтадан кері қайтты. Түрікпендер күйіне қауқылдасып жатыр. Төремұрат жасақтың қолбасшылар тұрған тұсына барып, бірер ауыз тіл қатысты да, найзасын қарына іліп, қайтадан майдан алаңына оралды. «Атабай!» деп ақырды ол найзасын білеп. «Шық, жекпе-жек!» Түрікпен
Қолын бастап келген осы Атабай болатын. Жекпе-жектің заңы бойынша ол қарсы жақтың басшысымен сайысуы тиіс. Екінші жағынан жекпе-жекте жеңген батыр кімді де болса сайысқа шақыра алады. Тек төре мен қара ғана өзара күш сынаспайды. Басқалары мұндай шақырудан бас тартса қорыққан болып есептеледі. Атабай ақсүйек емес, қарапайым халықтан шыққан. Сондықтан қазақ батырының шақыруын қабыл алғаннан басқа амалы жоқ. Оның үстіне қолбасшы сайысқа түскеннен кейін ұлы сүргін аламан соғыс басталады. Не нәрсенің де тезірек болғаны жақсы. Адамның миы қайнардай мына ыстықта бұл да дұрыс шығар. Атабай орта бойлы, 4 бақ денелі болып шықты. Екеуі қарсы келіп найза салысты. Сүңгіні діттеген жерден қадай алмай, сауытқа тіреліп, қалқанмен қағып, едәуір арпалысты. Найзаларын қарсыласының кеудесіне тіреп, әрі-бері ырғасқанмен бірін-бірі аттан түсіре алмай, қайтадан кері шегінеді. 4-ші ме, 5-ші ме жолы бетпе-бет келгенде Төремұрат ебін тауып түрікпен батырын қолтығынан шаншып құлатты. Ат сауырынан сырғып түскен Атабай көзі тесірейіп, қорқырап жатыр. Төремұрат найзасын жерге қадай салып, атынан қарғып түсті де қылышын суырды. Атабай ерні қыбырлап бірдеңе айтқысы келген. Қолқасына қан құйылып кетсе керек, ештеңе дей алмай қырылдай берді. Оның не айтарын күтіп тұратын уақыт қайда? Төремұрат қыл кеңірдектен қиялай бірақ шапты. Қарақалпақ пен қазақ ауылдарының шет шыққанына таным бермей, жаман үйренген қарақшылар көкжалының басы кеудесінен бөлініп, домалап кетті. Сол-ақ екен, екі жақтың сарбаздары ақыра ұран салып, бір-біріне қарсы шапты. Жайына жүре алмай, бейбіт жатқан елді бөреше талаған аламандар мен көрші елдің телі тентегінен теперіш көрген халықты қорғаймын деп атқа қонған ерлердің арасындағы кескілескен шайқас басталып кетті. Айнала төңірек ақырған, ах ұрған, шыңғырған, қышқырған, ысқырған, ыза қиқы, у-шуға толып шыға келді. Қай жағы басым түсетіні белгісіз. Екі жақ та қайтар емес. Бәрі де батырлардың білегі мен жүрегінің қуатына байланысты. Қарсы келген бір жәумітті найзамен түйреген Төремұрат екіншісінің сүңгісін қалқанымен әрең қағып үлгерді. Ет қызуымен ортаға түсіп қалғанын енді аңғарған ол жалма-жан найзасын басына асыра шырт үйірді. Тағы 2-3 найзаны артта келіп шаппақ болған жанайар сұмдардың 1-2 қылышын сарт-сұрт қағып жіберді де, бұл түйетіп бір бүйірге жантая беріп, атын тебініп қалды. Иесінің әр қимылын түсінетін ақмоншақ ат қарғи секіріп, алдарындағыларды кеудесімен қаға-маға шапқылай жөнелді. Бір шетке шыға бере, қайтадан түзеліп отырып кері бұрылған Төремұрат соңынан қумақ болған 2 шерікті бірінен соң бірін найзамен түйреп, аттан аударып түсірді. Сосын өзінің әбден машықтанған тәсіліне салып, найзасын үйіріп, ақыра ұран салып, ерсілі-қарсылы шапқылай жүріп, жау әскерін шетінен кеміре бастады. Қолбасысын өлтіріп, белгілі батырын тұтқынға алған Төремұратты жайратпақ болып, қанша тырысқанмен түрікпен шеріктері оны енді қоршауға түсіре алмайтындарын біліп, біртіндеп шегіне берді. Ал оның ұмсынғаны босқа кетпейді. Өлісі бар, жаралысы бар, найзасы тигені аттан құлап жатыр. Төремұрат, боқ, деп айғайлады. Қандай шайқаста да досының қасынан қалмауға тырысатын Бектемір. Дереу ат жалын құша еңкейіп, сол қолындағы қалқанын желкесіне тосқан. Ысылдай ұшқан жебе сауытының ішінен киген шекпенінің жеңін жанап өтті. Жалма-жан артына жалт қарап еді. Түрікпен шерігі екінші жебесін суырып, садағының кірісіне салып жатыр екен. Жәуміттерде мылтық та бар, бірақ осы жолы атылған дыбысы естілмейді. Соған қарағанда от қаруды ала шықпаған болса керек.
Хиуа ханы соңғы кездері ағылшын тыңшыларынан от қарудың түр-түрін алатын болған. Негізінен өзінің жеке күзетіндегі сарбаздар ғана ұстайды. Алайда алтын шіркін кімді арбамаған. Іздеген адам астыртын жолмен оны да сатып алады. Сондайлардың біріне тап болмағанына шүкір. Ақмоншақты тебіне ұмтылған, найза сілтеп үлгірген жоқ. Ұзындығы анау-мынау найзаға бергісіз, шоқпарымен жолындағыларды қоғадай жапырып келе жатқан Нарынбай ағасы бір ұрып, әлгі немені ат-матымен омақастыра құлатты. Өзі алып денелі. Астындағы көк бурылдың да шоқтығы биік. Үзеңгіде шірене көтеріліп, дұшпанына ақыра ұмтылған Нарынбайды бейне бір ертедегі дәуме дерсің. Бұқардың базарынан алдыртқан сауытынан оқ өтпейді, қылыш кеспейді. Оны тек қызыл өңіштен тиген ажал оғы мен қыл кеңірдектен қадалған көк сұңғы ғана өлтіре алады. Бірақ ат жалын тартып мінгелі ондай қауіп қатерге душар болып көрмепті. Менен ешкімнің әруағы үстем түспек емес. Мені тек өзімнен күші асқан адам ғана жеңеді дейтін. Соған қарағанда осы уақытқа дейін күші аспақ түгіл, онымен теңдесер адам жолықпаған секілді. Өтен батыр қылышы жарқылдап, ойқастап жүр. Қарсы жақтың шебіне кірген жері омырылып, опырайып қалады. Одан сәл кейін Айжарық пен Күнжарық батырлар сойқанды салып келеді. Бұл үшеуі үнемі осылай бірге соғысады. Олардан ешкім басым түсе алмайды. Қарақалпақ батырлары да жәуміттердің қолынан опат болған бауырлары мен тұтқынға әкетілген қандастарының кегін алып, есе қайтару үшін жан аямай шайқасып жүр. Әсіресе тоқ сабалап ақырып, ұран шақырғанда әруақтанып кететін алакөз батыр жан шыдатар емес. Жалтара шабуды білмейді. Жаудың қалың тобына тайсалмай кіріп барады. Кірген жерін қоғадай жапырып, жол қылып өтеді. Біртіндеп түрікпендер ығыса бастады. Ығысудың соңы қашу, қашу түбі босу. Бұл жолы да солай болды. Қазақтың 100 жігіті қосылған Қарақалпақ қолы сайланып келген дұшпаны түрікпеннің жәуміт руынан шыққан баскесерлерді бықпырт тигендей етті. Қаша соғысып, едәуір қарсылық көрсеткен шеріктерді құмның арасына қуып тыққан сарбаздар қолға түскен тұтқындарды айдап, ұстаған аттарын, олжалаған қаруларын көтеріп қайтып келіп жатыр. Арнайы бөлінген жігіттер шейіт болған жауынгерлердің мәйіттерін жинап, жаралыларын қосқа тасып, қос ағаларының бұйрығын екі етпей жүгіріп жүр. Төремұрат пен Бектемір аттарының қызуын басып, өздері де тынышталу үшін аттарын біраз жер аяңдатып қайтқан. Кері оралып, қосынға жақындай бере, алдарынан Күнжарық шықты. Төреш аға, қайда жүрсің? Манадан бері Нарынбай ағам іздеп жатыр, деді ол күлімсіреп. Төремұратты тауып әкеліңдер, деп есімізді шығарды. Бізді адам құрлы көретін емес. Жайшылық па? Қазір көресің. Екеуі аттарынан түсіп, тізгінін ердің алдыңғы қасына ілді де, қаңтармастан бос жібере салды. Жорық аттары иесінен алысқа ұзамайды. Құмды жердегі сирек өсетін, бірақ құнарлы шөптерді шалып, бір жерде жайылады. Түс ауған кез, күннің ыстығы, соғыстың қызуынан енді ғана басым түсе бастаған. Қосшы жігіттер жаралылардың басына көлеңкеден қорғайтын далда жасап қойыпты. Солардың бірінің астында Нарынбай отыр. Әй, Төреш, деді бұлар жақындай бере. Желкемді қарап жіберші. Өзің болмасаң, мына шіркіндерден пайда жоқ. Жаудан қорықпаса да, жарадан қорқа ма, біреуі жақындамай қойғаны. Нарынбай ағамыз өстіп жақаурата береді әйтеуір. Қолға ілінбесе қайтеміз енді? Ия, ұстау мүмкін емес. Әй, жақауратпай-ақ турасын айтайын. Дұрыстап қарауға да жүректерің дауаламады ғой, өңшең жасық. Ал керек болса, естігің келгені осы меді? Қарағанда не шығады? Ағамыздың желкесінің жықпылынан адам адасады.
қай қуысында не жатқанын кім біліпті. Нарынбайды қаумалай отырған жігіттер әзіл шыны аралас базыналарын білдіріп өкпелегенсіп Төремұратқа шағынғансып қояды. Қырғын шайқастан аман шыққандары бар, оның үстіне жеңіспен шықты. Енді қалжыңдасқанның айыбы жоқ. Нарынбайдың арт жағына шығып, желкесіне үңілген Төремұрат өз көзіне өзі сенбей жан жағына қарады. Апырмай, мынау расымен найзаның ұштығы ма? Көңілі шалқып, ерге бастаған жігіттер оның бұл сұрағына ду күлді. Жапырласа әзілдеп жатыр. Солай ма өзі? Біз тікен қадалған екен десек, бұтаның қылқаны емес пе? Жігіттердің қалжыңынан желкеге қадалған найзаның сынығын шопақ құрлы көрмеген ағаларының сырбаздығын мақтан тұтатыны байқалып тұр. Енді Нарынбайдың өзі әңгімеге араласты. Ет қызуымен аңғармаппын. Соғыс бітті ғой деп осы жерге келіп, сауытымды шешіп жатсам, желкемнен бірдеңе тірей береді. Сипалап көрсем, найзаның бір қарыстай сынығы қадалып тұрған сияқты. Суырып тастайын деп ырғап қалып едім. Дәл ұштығынан сынып кеткені, мыналарға алып таста десем, көрмейсің бе? Өзімді мазақ қылады. Нарынбайдың мықтылығын бір білсе, Төремұрат білер. Дегенмен ол да қайран қалды. Көк желкеңнен найза қадалмақ түгіл, табаныңа тікен кірсе де мазаң қашады. Былқ етпестен бүйтіп әзілдесіп отыра беруге ердің ері ғана шыдар. Нарекең мінезге қандай бай болса, алып денесіне сәйкес күші де сұрапыл. Осыдан 5-6 жыл бұрын бір жорықтан қайтып келе жатып, жем бойындағы жыңғыл тоғайлардың бірінде ат шалдырған. Біраз демалған соң, қастарына жақында ғана ерген ірі денелі жас жігіт Нарынбайға күресейік деп қолға салғаны. Бұларға қызық керек. Бәрі елең ете қалды. Көлеңкеде шынтақтап жатқан Нарынбай әлгі жігітке ала көзін төңкере бір қарап, анадай жерде дара өскен сирек бұтақты әлде қашан қурап кетіп, қабағы сыпырылып түскен жыңғыл ағашты иегімен нұсқады. Әуелі ана жыңғылды суырып әкел, күшіңді байқайын, күресу қайда қашар дейсің. Жігіт еңгезердей болып орнынан тұрды да, аршындай басып, жыңғылдың қасына барды. Жыңғылдың ұшар басы иығынан ғана келеді екен. Орта тұсынан бір қолымен тартып көрді. Қозғалар емес. Қос қолдап тартты. Былқ етпейді. Бар күшін салып, ары-бері ырғап тұрып жұлқып қалған. Ағаш қыбыр еткен жоқ. Өзі анадай жерге барып шалқасынан түсті. Тұра сала, бүгежектеп бір қабат терісі сыпырылып түскен алақанын үргілеп, үсті басын қаққыштап, әрігірек барып отыра кетті. Жұрт ду күлді. Күш деген адамның денесінде емес, жүрегінде болатынын білмейтін ноқай неме мүлдем саңылаусыз да емес секілді. Серіктерінің қағытуына қызараң-қызараң етеді. Соған қарағанда көкірегінде ұяттың жұқанасы болса да бірдеңе қалса керек. Біраз тыныққан соң қайтадан атқа қонған. Ол кезде Нарынбайдың мінгені әйгілі бәйге күрең. Нарынбайды жөпшенді ат көтере алмайды. Кейін жасы ұлғайып, денесі ауырлаған кезде түйе мінетін болған. Биіктігі анау-мынау тайлаққа бергісіз бәйге күреңді тебініп, әлгі қу жыңғылдың қасына келді де, денесінің ірілігіне мастанған әумесерді қасына шақырып алды. Әй жігіт, бері келші, қарап ал. Жыңғылды былай суырады. Күнге әбден кеуіп, қатып қалған қу ағаштың бір қарыстай ұшар басын шорт еткізіп сындырды да, еңкейіп, орта тұсынан бір қолымен тұтамдай ұстап, бойын тіктей бере жұлқып қалған. Әлгінде ғана мызғымастай көрінген жыңғыл сопаң етіп, тамырымен қоса суырылып шыға келгені. Тамыр деген әшейін аты ғана, қурап кеткен қу түбір. Оның өзі тарам-тарам. Жігітіміз аузы аңқиып, қу жыңғылды шоқпарша білеп тұрған Нарынбайға бір, опырайып қалған жыңғылдың орнына екі қарайды. Сенбейін десе, көзімен көріп тұр. Сенейін десе, жаңа ғана өзі жұлқып көрген. Қазып алмасаң,
суырылмайтынына анық көзі жеткен секілді еді. Адам ба бұл, пері ме? Нарынбай алаңғасар жігітті бір жола есінен тандыруға бекінген сияқты. Жыңғылды енді қос қолдап ұстады. Сосын бүйтеді. Жуандығы келі саптай жыңғылды сытыр-сытыр еткізіп бұрап жіберген. Құдайдың құдіретін қараңыз. Бойындағы нәр сөлінен баяғыда айырылып, әлде қашан қурап қалған қу ағаштан әуелі бірер тамшы су шыққандай болып еді. Сәлден соң сорғалап қоя берді. Қызықтап тұрған жорықшылар ду ете қалды. Ондайды кім көріпті? Бәрі ішектерін тарта таңданысып жатыр. Нарынбай жыңғылды жігітке ұстата салды да атын тебініп жүріп кетті. Кейін сол жігіт айыбым деп Нарынбайға нартайлық сыйлапты дейді. Батыр ағасының қыртыс-қыртыс желкесіне қадалған найзадан түскен жараның аузын екі жаққа кере ашқан Төремұрат бір жағынан сол қолының бас бармағымен, екінші жағынан соқ саусағымен ұстап тұрды да қалың ет пен желкенің сіңіріне қыстырылып қалған темірдің сынығын оң қолымен қыса ұстап бір жұлқып суырып алды. Найза сынғанда ұяшығы сабында кетіпті де ұштығы желкеге қадалған күйі тұрып қалыпты. Дереу жан жағына қарап әлдене іздегендей болды да анадай жерде өсіп тұрған жусанды жұлып әкеліп бір уысын желкедегі жараға нығырлап тығып жіберді. Бәле бәтерден аулақ деп түкірініп қояды. Нарынбай ауырсынуды білмейді. Құмның жусаны дәрі болады, дұрыс істедің деп қостап қояды. Азды кем сынықшылық, емшілік, көріпкелдік қасиеті бар Бектемірді емес, Төремұратты іздеуі бекер болып па? Ол да батыр. Алайда үңірейген жарадан шолтиып шығып тұрған найзаның сынығын қалай суырып алғанына қарап тұруға дәті шыдамай теріс айналып кетті. Төремұрат байқамаған түр көрсетіп сөзге айналдырды. Бектемір, әлгі бөріні көріп қайтпаймыз ба? Көрейік. Сол неменің қарын тіліп жібергеніммен сіңірі аман болуы керек. Қарап берші. Жүр, барайық. Төремұраттың атқосшысы Ысық руынан шыққан Садықбай деген жігіт. Жүйке тамыр дегеннен туа бітті ада. Жүрегі темірден жаралған. Ажалды пендеден сескенуді білмейтін нағыз ер. Баяғыда Таздың ауылынан жылқы қуып, соңынан іздеп шыққан Төремұратты алдынан тосып алған. Екеуі жекпе-жек сайысып, бір емес, бірнеше рет топыраққа аунап тұрған соң, өзінен зор шыққан батырды құрмет тұтып соңына ерген. Содан бері өзін Төремұраттың жеке күзетшісі, қызметшісі, аспазы, тіптен күтушісі деп есептейді. Қайда жүрсе қасынан қалмайды. Ит те ондай адал болмас. Оған Таз руының бас батыры Өтен де, алып күшті Нарынбай да, аузы дуалы билер де әмірін жүргізе алмайды. Өз руынан, ағайын туыстан, қатын баладан баз кешіп, бар өмірін Төремұраттың жолына бағыштаған сабаз ерлік те қумайды. Атақ даңқтың да керегі жоқ. Ол үшін дүниедегі бар байлықтың құны көк тиын. Батыр аман болса жетеді. Бөріні сол күзетіп отырған. Бұлар қосқа таяп қалғанда сып етіп шыға келді. Батыр, ана жәуміт бізге пенде болатын адам емес, деді өкінішті үнмен. Қашып кетеді ол. Төремұрат бұған таңданған жоқ. Оны қайдан білдің? Деп сұрады Бектемір. Бір қолы көтерілмейді. Сау қолын артына қайырып, денесіне таңып тастағанмын. Сонда да ебін тауып, мені аяғымен буындырып өлтірмек болды. Бөрі десе бөрі екен, деп күліп қойды Бектемір. Қане, көрейік өзін. Екі қанат керегенің басын біріктіріп, айналдыра жұқа киізбен жаба салған итарқа қостың ішіне кірсе, бөріні ноқталап қойыпты. Артына қарай шалқайта тартқан басы мен тізесінен бүгіп, қосарлай шандып, түйе тәрізді тіздеп, тастаған аяғын бір-біріне тарта байлап, ет бетінен жатқызған. Бір қолы арқасына таңулы. Екіншісі салбырап жатыр. Иегі кегжиіп кеткен. Төремұрат ымдап байлауын шешкізді. Сусын бер, деді батыр.
Садақбай лыпыл қағып лезде бір тостаған шалап әкеліп бөріге ұсынды. Жәуміт шалапты ұзақ ішті. Бірдеңе ойластырып отырған тәрізді. Бірақ сол ойының ұшығына жете алмаса керек. Сусынды ішіп болып, тостағанды жерге тастай салды. Садақбай оған кіжіне қарап тостағанды көтерді. Ия бөрі, халің қалай? Халдің несін сұрайсың, Төремұрат? Мына итің қарныммен жатқызып қойып, үстіме шығып секіріп, табанымен таптағанын айтқан шығар. Жап аузыңды. Бір сөзіңде дос боламыз деп едің, Төремұрат. Досыңа қылғаның осы ма? Неге қорлатасың мынаған? Дос боламыз деген жоқпын. Болуымыз мүмкін дедім бөрі. Сен оны аяғыңмен буындырыпсың. Қашып кетпексің бе? Сертті жігіт пе деп едім, нәмәрт болып шықпасаң жарар еді. Өлтір онда, деп қырылдады бөрі. Бәрібір пенде болмаймын саған. Болмай қайда кетесің, деп кекетті Садақбай. Сосын Төремұратқа бұрылды. Осыны маған берші батыр, бір жазда тулақ қылып шығарайын. Тулақ қыла алмайсың, деді бөрі, оны көзімен атып. Сендерге пенде болғанша өз-өзімді тұншықтырып өлтіремін. Апырай, деп кекетті Садақбай. Осыдан батыр қолыма берсін, өле алмайтын ету қиын емес сені. Әрі кетсе, 2 айдан кейін алдымда жалпан қағып жүгіретін боласың. Жоқ, деп ақырды бөрі. Әлде мәңгүрт қылып ұстамақсың ба? Түрікпендер қолға түскен тұтқандардың арасынан мықтыларын іріктеп алып, шашын тықырлап алдырған бастарына түйенің мойнақ терісін қаптайды екен. Қалың теріні тесіп, өте алмаған шаш қайтадан кері қарай өсіп, бас сүйектен де өтіп, миды жаралайды. Бұл азаптан аман қалған адам өзге түгіл, өзінің аты жөнін ұмытып, ішкен жегенді ғана біліп, қожайынының айтқанын екі етпей орындайтын, ессіз, жадысыз мақұлыққа айналып кетеді дегенді бұлар да естіген. Адам түгіл, малды қинамайтын қазақ бұл жазаны шектен шыққан арсыздық, адамшылықтан безу деп есептейді. Ондайды айтпа, деді Төремұрат ызбарланып. Біз адам баласына өз ықтиярынсыз ештеңені зорлықпен істетпейтін халықпыз. Қойшей, деп езуін ырситты бөрі. Ал бізді түбектен қуып шыққан кім? Қаңғып келгенде бірер жыл жерімізді қыстатамыз деп басымыз бәлеге қалған жоқ па сендерден? Ата қонысымызды тартып алғандарың аздай, әрі өткен, бері өткен адамдарымызды тонап, керуендерімізді талайсыңдар. Талау мен тонау сендердің тірліктерің. Өз бәлеңді жаппа бізге, деп жекірді Бектемір. Маңғыстауға келсек, ол сендердің емес, біздің ата қонысымыз. Қалың қазақты қалмақтың тепкісінен босатамыз деп ауып кеткеніміз рас. Пәлен жыл солармен арпалысып, ақыры жеңгеннен кейін қайтып оралсақ, сендер бауырларыңа басып алыпсыңдар. Өтірік десең, еліңдегі көнекөз қарттардан сұра. Дұрысын айтатын адам қалған шығар әлі де. Сосын ескі зираттардағы белгілерді қарап шық. Түрікпен таңба бар мекен? Содан кейін айтысармыз. Жә, айтыс тартысты қоя тұрыңдар, деп басу айтты Төремұрат. Ал бөрі, пенде болуға көнбейді екенсің. Сенімен дос болуға менің де көңілім құламай тұр. Енді не істейміз? Өлтір онда. Өлімге тым құштар екенсің. Менің ойым басқа. Қазір Бектемір жараңды қарайды. Мүмкін емдейтін шығар. Содан кейін босатамын. Тек бір шартым бар. Соны орындасаң болды. Қандай шарт? Аламандық жасауды қоясың. Тыныш жатқан халыққа тиіспейсің. Қолымның сіңірін қидың. Қайдағы аламандық маған? Бектемір, қарашы. Бөрінің қолын ұзақ қарап, шынтағынан бүгіп, қайтадан жазып, тартқылап, созғылап көрген Бектемір ақыры байламын айтты. Сіңірі бүтін, тек қарының бұлшық еті кесілген. Садықбайдың құрым киізді күйдіріп басқаны дұрыс болыпты. Қаны тоқтаған. Біртіндеп жазылып кетеді. Бірер жыл ұдайы қимылдатып, қозғалып тұрса, қайтадан қалпына келуі мүмкін. Сондықтан бөрінің аламандық жасамауға уәде еткені дұрыс. Қазақтарға тұтқын болмайтынын біліп,
Оның үстіне қолының сіңірі амандығын естіп көңілі көтерілген бөрі еліне қайтатын болғанына қуанып қалды. Тек уәде беруге аламандықты қимай ойланып біраз отырды. «Болсын, Төремұрат», деді сосын. «Тек менің де бір шартым бар». «Ол қандай шарт?» «Сенің шарт қоятын жөнің жоқ», деп ескертті Бектемір. «Билігің біздің қолымызда, өлтіріп тастасақ та біз шешеміз бәрін. Шарт болмаса, сендер қойған шартты орындаудың кепілі деп түсініңдер. Әуелі тыңдап алмайсыңдар ма? Не дейсің, Төремұрат? Айт, тыңдайық». «Айтсам былай, мен басқаның емес, сенің тұтқыныңмын. Сондықтан шартты сен ғана қоя аласың. Шартыңды көзің тірі, аман жүрсең ғана орындаймын. Сен өлген сәтте шарттың күші жойылады. Келісесің бе осыған?» «Бұл сөзің аңдып жүріп, бір күні көзіңді жоямын дегенге ұқсайды екен», деп кекетті Бектемір. «Әйтпесе, Төремұраттың сенен бұрын өлерін қайдан біліп тұрсың?» «Оны Құдай ғана біледі», деп жауап берді бөрі. «Бәрімізде бүгін бар, ертең жоқ, жұмыр басты пендеміз. Егер шынымен солай болып, Төремұрат менен бұрын өмірден өтсе, арманым ішімде кетпей ме?» Төремұрат ойланып қалды. Бұл шіркін аламандықты қойса, аштан өлемін деп ойлай ма? Әлде әбден сүйегіне сіңіп кәсібі болып кеткен бе? Үйреншікті тірлігінен айырылған соң құсадан өліп қалмаса нетті? Бір жағынан сөзінің жаны бар. Шынымен қайсымыз бұрын өлетінімізді кім біліпті? Пенде қылып ұстауға көнбейтіні де көрініп тұр. Садақбайға берсем, илеген терідей жұп-жұмсақ етіп шығарар-ау. Бірақ соны қинау арқылы істейді. Қас дұшпаның болса да, адам баласын азаптау күнә ғой. Жасы өзіммен қатар, 40-қа келіп қалды. Әрі кетсе, тағы 10-20 жыл жүрер. Бұл уақыттың ішінде жын қуған небір жастар шығады. Олар бөріні не қылсын? Уәдесін берді. Азамат емес пе? Қоя берейін. Мүмкін дұрыс жолға түсер. «Болсын», деді сосын, бөріге күректей алақанын ұсынып. «Міне, қолым. Куәларымыз қасымызда. Аспанда Құдай да көріп тұр. Бердім уәдемді», деп қолын алды бөрі. «Атымды таптырып берші. Табылмаса, кез келген бұт артар да жарай береді». «Атыңды мен мінемін», деді Садақбай. «Саған басқа ат беремін». Ешкім үндеген жоқ. Түрікпеннің бетке ұстары бөрі мен қазақтың ардақты батыры Төремұрат осылай қоштасты. Қас жауын босатып тұрғанын арада 1 жыл өткен соң осы қарақшының қолынан опасыздықпен қаза табарын Қайран батыр қайдан білсін?